Мынау алдын аяқтадық, енді артын өш жерде бізде дәл ортасы, өш жерден белгілеп өш жерден маркерімізді іліп қоямыз. Енді өш жерден мынау аяқтаған жібіміз, өш жерде түйіндеп аяқтаған жібімізді ат жағынан апарып, осылай апарып, өш жерден мынауда маркеріміз тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға күлчегімізді кіргізіп, өш жерден жібімізді іліп шығарамыз. Және өш жерден көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 маркерімізді аламыз. Енді бұл ортадағын санамаймыз. Енді 9 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осы аяқ киімімізді теріс қаратып, енді өш жерден ұзыннан бастаймыз. 1 ұзын, 1 қысқа, 1 ұзын, астынан аламыз, жанынан аламыз, астынан аламыз, жанынан аламыз. Мынау астынан алып тоқимыз. Енді жанынан келесіге тоқимыз. Енді астынан аламыз, жанынан тоқимыз, астынан аламыз, жанынан тоқимыз, астынан аламыз, жанынан тоқимыз, астынан аламыз, жанынан тоқимыз. Енді ең соңғысын өш жерде астынан алып, сөйтіп өш жерден бекітеміз. Осы ұзыннан аяқтадық, өш жерден жібімізді іліп, өш жерден бекітеміз. Бекітіп, енді ішкі жағынан, осы бекіткен жерімізден, өш жерден дәл бос емес, келесі 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші ұяшықтан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, өш жерден 1 көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді арғарай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бізде ең соңғысы. Бұрышқа келдік. Осының өш жерден енді 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аяқ киімімізді оң қаратып,
екінші қатарымызды енді қысқадан бастаймыз. Бір қысқа, мынау астынан аламыз, жанынан аламыз, астынан аламыз, жанынан аламыз, астынан аламыз, жанынан аламыз. Осы беткешін алып келеміз. Бұрышқа келдік, осы жерде ең соңғы ұзынды тоқып жатырмын. Енді қысқадан аяқтаймыз. Арғы бетінде қысқадан бастағанбыз, екінші қатарын қысқадан аяқтаймыз. Енді осы жерден тағы түйіндейміз. Жібімізді алып, осы жерден бекітеміз. Енді тағы 1, 2, 3, 4, 5. Бесіншіден алып, жібімізді өткізіп, көтереміз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Енді арғырай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Бұрышқа келдік, енді осы жерден 5 қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аяқ киімімізді осы жаққа қаратамыз. Жаңа біз бірінші қатарымызды ұзыннан бастадық, екінші қатарымызды қысқадан бастадық. Енді үшінші қатарымызды ұзыннан бастаймыз. Бірінші астынан аламыз ұзын, жанынан аламыз, астынан аламыз ұзынды, ұзын қылып тоқимыз. Келесі қысқа, келесі ұзын, келесі ұзын үстіне қысқа тоқимыз. Екеуінің ортасына ұзын, ұзынның үстіне қысқа тоқимыз. Ұзын, қысқа, осылай осы беткешін алып келеміз. Соңына келдік. Бұл жерде жаңа ұзыннан бастадық, енді ұзыннан аяқтаймыз. Астыңғы жанынан аламыз. Осы жерден тағы жібімізді тағы бекітеміз. Бізде осындай қатардан 4 болу керек. Қазір бізде 1, 2, 3. Енді бір қатар тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы 5 қосамыз. Жібімізді іліп шығарамыз. Көтереміз. Осы жерден әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 болды. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы беткешін алып келеміз. Мына бұрышына келдік. Бұл жерден де енді бұл бұрышынан да 5 қосамыз. Бұл біздің ең соңғы көтеретін қатарымыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аяқ киімімізді оң қаратып, енді біз қысқадан бастаймыз. Бірінші қысқа, екінші ұзын, қысқа, ұзын, қысқа, ұзын тоқимыз, қысқа тоқимыз, ұзын тоқимыз. Міне осы беткешін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Енді ең соңғысын қысқадан аяқтаймыз. Қысқадан аяқтаймыз. Осы жерден енді бекітеміз. Бекіттік. Бізде енді қатарымыз, көтерген қатарымыз 1, 2, 3, 4 қатар болды. Енді осы аяқ киімнің
осы бекіткен жағынан бастаймыз жанын тоқуды. Енді осы жерден мына бірінші тұрған бос жіп тұр, содан жай іліп аламыз. Енді одан кейінгі ілмегіміз мінекей бос тұр, содан шығарып жібімізді екеу болды, екеуден біреу шығарамыз. Және тағы келесі ұяшыққа кіргіземіз, жібімізді шығарамыз, екеуінен біреу шығарамыз. Енді бұлай қайырып ішкі жағын тоқимыз. Ішкі жағын тоқығанда осы жанындағына бос емес ұяшыққа, ұяшыққа тұр, сол ұяшыққа тоқимыз. Содан бастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осылай айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Біз мына бұрышына келдік. Осы бұрышына ең соңғы неміз алып, енді осы жерде мына қайырылған бұрышында тұрады, содан іліп алып, мынау күрчектағы жіптен шығарамыз. Енді қайтадан келесі ұяшыққа кіргізіп, жібімізді шығарып, осы екеуден біреу шығарамыз. Екінші тағы ұяшыққа кіргізіп, келесі ұяшыққа тағы екі жіптен біреу шығарамыз. Енді оң жағын тоқитын боламыз. Бұл қиғашынан түскеннен кейін бір-біреуден қосылып отырады жанынан. Енді бізде мынау көтерген біреу, екеуіміз тұр. Соның жанындағы біреу, екеу, соның астындағыдан бірінші ұзыннан аламыз. Біреу, ұзыннан бастаймыз. Арғы бетінде ұзыннан аяқтаймыз. Ұзын, қысқа жанынан аламыз. Ұзын, жанынан аламыз. Ұзын, жанынан аламыз. Осылай алма-кезек тоқып, ана бұрышқа шейін апарамыз. Мына бұрышқа келдік. Менде енді ажаны ұзыннан бастадық. Енді ұзыннан аяқтаймыз. Енді осы ұзын аяқтағанда осының жанында, мына бұрышына бүтін екі ненің қасында бұрышында содан іліп, күрчектағы жіптен іліп аламыз. Енді келесі ұяшыққа екеуінен біреу өткіземіз. Және тағы келесі ұяшыққа жібімізді шығарып, екеуінен біреу өткіземіз. Екеу көтереміз. Енді соңғы үш жағын тоқимыз. Біреу, екеу қалдырып, одан кейінгі ұяшыққа кіргіземіз. Көтерген екеуге тоқымаймыз. Әр ұяшыққа осылай бір-біреуден тоқып шығамыз. Осытып тоқып, жаймен тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Мына менде ең соңғы ұяшығым. Менде үш жағы 61 болды. Енді осы бұрыштағы, осы қатардағы неге іліп аламыз. Жұмыс шығарып, күрчектағы жіпке ілеміз. Енді екеуінен іліп аламыз. Шығарамыз, екеуден, біреуден шығарамыз. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, екеуден, күрчектағы жіптен, екеуінен біреу шығарамыз. Екеу көтердік. Енді бұл жерде мынау бізде ұзын, мынау бастаған ұзынымыз, соның жанына ұзын тоқып бастаймыз. Мына жер емес, осы жанына ұзын бастаймыз, ұзыннан бастаймыз. Мынау ұзынның үстіне қысқа, екеуінің ортасына ұзын, ұзын үстіне қысқа. Осылай алма-кезек жанынан астыңғы жағынан аламыз. Енді жанынан аламыз. Енді астыңғы жағынан аламыз. Жанынан аламыз. Дәл осылай бізде бір қатар, екі қатар, үш қатар қып, дәл осылай қып тоқимыз. Екі шетінен алып, екеуден қысқартып. Соңына келдік. Бізде үш қатар болды. Бір, екі, үш қатар болды. Енді аяқтаймыз. Бұл жерде бізде енді
ұзыннан аяқтадық. Келесіге ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткізіп, осы жерден аяқтаймыз. Жібімізді ортасынан шығарып, бекітеміз. Енді осы жібімізді айналдырып, осы бетіне қарай, осы бетіне алып келеміз. Осылай алып келіп, осы жерде ұстап, осы жерден бастаймыз. Осы жерден жібімізді іліп, күрчектағы біреу көтереміз. Енді келесі ұяшыққа кіргізіп, жаймен әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып шығамыз. Осы ең соңғы қатарымызды сәл қысыңқырап тоқимыз. Әр ұяшыққа осылай бір-біреуден жаймен күрчекті кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып, екеуінен біреу шығарамыз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Келесі ұяшықтан екеуінен біреу шығарамыз. Дәл осылай тоқып, айналдырып, қайтадан осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Айналдырып, жаймен тоқып, мына ең соңғы ұяшыққа кіргізіп, осы жерден күрчектағы жіпті екі күрчектағы жіптен өткіземіз. Енді мына келесі ұяшыққа кіргізіп, мына бетіндегі сол жерден жұмыс жібімізді алып шығып, күрчектағы жіптен өткізіп, біреу көтереміз. Енді осы жерден ең соңғы қатарымызды тоқимыз. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Тағы келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жіпті алып, күрчектағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Осылай осы қатарды қысып тоқыңыздар. Осылай біз ең соңғы қатарымызды тоқып жатырық. Біреу көтердік. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Келесі ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Дәл осылай айналдырып, осы жерге шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Күрчегімізді кіргізіп, мына жіптен осы жұмыс жібімізді күрчектағы жіптен өткізіп, көтереміз және ең соңғы ұяшықтан жібімізді алып, күрчектағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Енді осы жерде мынау бірінші көтерген тоқыған жеріміздің астыңғы жағына ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күрчектағы жіптен өткіземіз. Осы жерден жұмыс жібімізді кесіп шығарамыз. Енді осы жібімізді жасырамыз. Осылай өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасырып қоясыздар. Осымен менің сабағым аяқталды. Екі аяқ киімді бірдей тоқыңыздар, өте әдемі шығады. Аяқта ыңғайлы және жақсы тұрады.